Баршаңызға сәлем. Бізде той сезоны басталды. Соған орай қазіргі тойларда тағатын достардың бутонеркасы деп аталады. Достарға арналған значоктар жасап үйренетін боламыз. Осындай әдемі, шылтырақ, көздің жауын алатын дүниені жасап үйренетін боламыз. Көріп отырғандарыңыздай, розовый түсі қыздарға, көк түсі ер адамдарға арналған брошка. Бұның жасалу жолы өте қарапайым, өте жеңіл жасалады. Тойдың бір сәнін келтіріп тұратын дүние. Ол үшін бізге клей қажет болады, қайшы және золотистый жалпақ лента қажет болады. Осындай пластмастан жасалған гүлдер қажет болады. Тычинки керек болады. Бұл көк түсі ұлдар үшін жасалады. Және майда түйреуіш, фетрдің қалдығы және ине жіп керек болады. Әдемілік үшін моншақтар керек болады. Ең алдымен гүлімізбен тычинкиімізді, гүліміздің сабағы жоқ болғандықтан, тычинкидің сабағына клей арқылы жалғап дайындап алатын боламыз. Тычинкидің сабағы сымнан жасалғандықтан, қалтқы гүлімізге оңай кіреді. Мықты болып бекітілу үшін, түсіп қалмау үшін ыстық клейден кішкене тамызып жібереміз. Енді осыны бойларын бірдегі етіп, осылай видеодағыдай майыстырып, артық жерін ішке қарай бүгіп, дайындап алатын боламыз. Міне гүліміз дайын. Енді лентамызды дайындаймыз. Бұдан бізге өздеріңізге ұнаған көлемді алсаңыздар болады. Мен барлығын көз мөлшерімен жасаймын. Сондықтан нақты мынадай сантиметр деген менде түсінік жоқ. Барлығы бірдей болу үшін лентамыздың барлығын бірдей размерде өлшеп, кесіп дайындап аламыз. Өлшеп алдық. Енді осы лентамызды қақ ортасынан бүктейміз. Қайшымен қиғаштап, бантигіміздің ұшы әдемі болып көріну үшін қиғаштап қиып дайындап аламыз. Енді ине жібімізді дайындап аламыз. Қандай түсті болуы маңызды емес. Негізі ақ болғаны жақсы. Менде үйде бар жіпті пайдаландым. Ол жіп астында қалып қоятын болғандықтан бізге маңызды емес. Осылай лентаның қақ ортасынан бүктеп, видеодағыдай етіп
ине жіппен ұзынын өткізіп, жіпті қатты тартып, қалған жіпті 2-3 қайтара бантигіміздің ортасынан орайтын боламыз. Міне, екі жағы тең болып, әдемі бантик пайда болды. Енді арты жібі шығып кетпеу үшін бір рет бекітіп жібереміз. Жібімізді қиып тастаймыз. Міне біздің бантигіміз дайын. Енді дайын тұрған гүлімізге ыстық клейді жағып, бантигіміздің қақ ортасына жабыстыратын боламыз. Сымға ғана клей жағамыз, өйткені гүлі төбесіне әдемі болып шығып тұру қажет. Шамалы уақыт ұстап тұрамыз, жабысып қалғанша. Енді жіп көрініп тұрған жерге кішкене клей тамызып, бір моншағымызды жабыстырып жібереміз. Бір жағынан жіпті жабады, бір жағынан әдемі көрінеді. Енді артындағы темірді жабу үшін кішкене фетрдің қалдығын қиып аламыз. Кішкене түйреуішімізді бірінші тексеріп аламыз, қай жағы қыстырылатынын. Қыстыратын жағын жоғары қаратып, қыстырылмайтын жағын фетрді ұстатып, клейді жағып, гүлдің теміріне бекітетін боламыз. Бұл фетрді да 1 минуттай ұстап тұру қажет, өйткені фетр ұзақ кебеді. Мына жерінен ашып, осы түйреуіш арқылы костюмге, көйлекке қадап тағатын болады. Міне біздің брошкамыз. Брошка, бутонерка дайын. Осы үйренгендеріміз түсінікті болу үшін сіздерге тағы біреуін жасап көрсетейін. Егер менің жұмыстарым ұнаса, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Комментарий жазып, лайк басып, мені қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Алдағы уақытта тойға арналған басқа да әдемі дүниелер жасап үйренетін боламыз.